Бүгін біз Қазақстанның Албаниясына аттанамыз. Райымбек ауданы Швейцариядан 1000 есе артық десек қателеспеспіз. Хан Тәңірінің шыңы, сарқырамалар, жайлаулар, асулар, шәлкөде, айғайтас, байынқол, алтын шығарған кен орындарын араладық. Осы тамаша жерлерді бірге көріп тамсанайық, ағайын. Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Ассалаумалейкум. Қалай? Жақсы барып қайттыңыздар ма? Ой, қазір келдік. Ал, достар, сарқырамадың міне. Келдік 1,5 саатта, 1 сағат 20 минутта келдік, төмен қарай. Оны Беріктің үйіне келдік. Беріктің жігіт, Албанның жігітімін. Бізге арнап, немене мынау? Ненің еті? Қозының еті ғой. Қозының еті дейді. Асып. О, басы да бар екен. Керемет. Қарны ашып тұр, как раз сарқырамадан кейін. Сарқырамадан кейін бір жақсы демалыс болайын деп тұрдыңыз. Анау қонақ жайлы ғой, халық. Райымбек ауданының албандары, албан ішінде? Алжан. Алжан. Өткенде сендердің арғандардың ішіне тауып алдың ба бір албан? Көрдің бе? Соны сырып алсың. Еще ол жалғыз өзі арғандардың ішінде жалғыз өзі бензин сатады екен, көрдің бе? Еще Алжан дейсің ғой? Еще Алжан еще. Кіреміз ба? Иә, түміз ойға. Түлкі жылы үй жағының алдында. Түлкі ма? Олар ескіліп жүре береді. Ассалаумалейкум. Қолды мін. Валик дейді әні. Мәссан, жылы су ғой мән ішінде. Ай, рахмет. Ой, рахмет. Саламатсыздар? Жақсы, жақсы. Өздеріңіз? Жақсы амандасың ғой. Сауда. Кішкентайлар қалай? Қойшына әлі оқыттық қой. Кішкентайлар қалай? Амандасың ба? Өсіп жатыр ма? Өсіп жатырмыз ақырында. Ал, міне достар, ет. Ал. Ет етке, сорпа бетке, қалғаны пакетке деп қойып. Для этого дела надо раздеться. Ой, басып маған ба не? Бірінші басты. Балаңызға құлағын кеспек қойасыз да соңын арғыртай. Мә, сен дұрыстап естіп тыңдап жүрші өзі. Екінші құлағын Дастанға берейін. Дастан, мынау саған. Қазір камера босағаннан кейін. Сен тарелканы саған қойып. Тобық қой. Қолда бар. Ойын бар да. Спор бастады. Мен саған берем. Бірақ бір жылдың арасында мен сұрайын сізде. Егер сіз бермесе, маған ақша бересің мүмкін. Егер берсе, мен сізге төлеймін. Бізде ауылда сондай случай болған. Бір орыс әйел. Қай ауылда? Солтүстік Қазақстан, Қызылорда. Сол әйел ойнатады мына ойынды ше. И көлеңке суға барады ғой, шомылуға. И еркек сол қасында тұрады, киімдер анау, тәтен уже суда. Орыс тәтен. И говорит, менің тобық бергі, айғарайды. Ана қазір судан шығам, жоқ, говорит, бер давай. Ол шашын жайыпты, и тобық шығарады ғой. И сол ақша деп төледі ана кісі. Сондай ойын болған ғой. Анау почти. Ақшаға бізде қойға сондай қылмас. Иә, почти бір жыл. Қойшы ана сұраса, егер адамда болмай қалса, ол сізге береді. сұраған адам уже өзі береді. Сондай, короче.
итке бір нәрсе қалды ма оның? ит бармайды. Мен жеген бар зе. Жаман қарның аш қапты ғой. Волк. Экспедициямыз жалғасуда. Нарынқолдың көрнекті жерлерін сіздерге көрсетіп отырмыз. Қазір біз жайлап Баянқол деген таудың етегіне барамыз. Баянқол өзені ағып жатыр ол жерде. Ол жерде бір керемет нәрсе, ол Тянь-Шань шыңы бар. Соның біз мейлінше жақындауға көрсетеміз. Жақындап барып сіздерге көрсетуге тырысамыз, достар. Бізбен бірге болыңыздар. Ауа райы қараңыздаршы, қазір 16 градус болып тұр. Алматыда жаңағы ыстық масқара деп отыр ғой. Жаңбыр жауып жатыр, жаңбыр себелеп кетті. Содан жұма күні, жұмаларыңыз берекелі болсын. Жақсы демалып қайту үшін бір жақсы жұмыс жасау керек қой, білесіздер. Әрдайым осыны қайталаймыз. Сол үшін бір уақыт тауып шығып тұрыңыздар демалысқа. Алматының маңайының барлығы тау ғой негізі. От алдырасың автоматты механика ма? Механика қойып, төмен қарай бірге сабаласыз болды. Қайсысы коробкасы? Ар жағыңызда ғой. Иә. Жүре алмай қапты. Қазір көмектесіп бір үйді өткенбіз, сол үйге апарып тастаймыз. Давление ғой, давление. Келіңіз отырыңыз енді. Апарып тастайық. Енді мотоцикліңізді енді айдамаймыз. Мотоцикл айдамайды екенімді айтпесе. Айдауға болады. Отырыңыз. Жүр. Ұстайды. Кәдімгідей жүре алмай қапты ғой. Осы қызық оқиғалар болып тұрады өзі. Сен енді кішкене брашсың ғой, браш. Бірнеше ішіп, бірнеше жұтып алған жоқсың ба? Жүрегі салып тұр. Да? Қазір елдер ойлық қалуы мүмкін. Ойбай ішіп алған шығар деп. Ішіп алмай, ешқандай ішпеген. Кілтін ала салып берейін жемесеңіз, бүйтіп. Ананы жөндеп. Біреуді алып бар ма үйде, біреу? Мен ауылдан келетін ғой, просто анықтан. Біреу бар ма, мотоциклді айдап кететін? Ешкім жоқ болып тұр ғой. Үйден біреу келсе. Бізбен бірге келеді да, бізбен бірге үйден. Кеп мотоциклді айдап кетеді. Бізбен несі мотоциклді айдап кету керек қой біреу, иә? Дәрі жоқ па сіздер? Қандай дәрі керек? Бізде қандай дәрі бар, қаске? Біраз бар, дәрі көрейік. Андан сен ортаға түспе. Алып кеш, аптечка. Құсып жатыр. Аптечканы. Ой, горная болезнь деген бар ғой, тау ауруы бар ғой. Құсу басын жақсылап тұрып жеңілдеп қалады. Қазір бар дәрімізді берейік. Қазір аптечканы көреміз. Қандай дәрі керек? Жүр. Бека, қандай дәрі керек? Наза. Бізде маңдай дәрілер бар.
не керек? Машинада тағы да бас аурудың дәрісі бар. Қандай дәрі бар? Бұл бас ауырдықты деген. Сіздің өңіңіз таныс сияқты. Да? Қазақтың ғой. Бас ауырдықты деген. Не? Мынау таныс емес, мынау таныс. Сол, екеуін берсінші. Сыбағыңыз дұрыс болды. Иә, жақсы болып қалады. Тауға шығып жүрмедің өзі? Иә, мен мұнда жайлауда отыратын ғой. Содан кейін кішкене жеңілдендіңіз бе? Кішкене дұрыс тұрып қалды. Қай үйде жаңа ана оң жақты ана Жоқ, мен бұны жақта отырамын ғой негізі. Ауылдан сиырайлық деген ғой. Мен кетіп барып мына жердің Қай ауыл? Партия қараты ғой? Текестен. Текестен? енді мотоцикл айдайтын. Ескешке таныстар бар ма бізде? Айдай аласың ба мотоцикл? Айдама. Ескектерде таныс бар ма мына жерде? Сол барып көрейін деген ғой, таныс жоқ негізі. Қазір сенің мақсатың не қазір? Негізі ауылға кетіп бараттым ғой Текеске. Жетемайтын болғаннан кейін. Онда да анау Аптечканы ар жағында. лесниктің үйіне барып. Кішкене несін жинап алайын деген сияқты. Нұрбек, сен қазір онда мотоциклді айда, иә? Сіз танитын сияқтымын. Қазақ қызы, бұрын өксе көрдім. Мотоцикл менде. Арғы аяғын саламыз. Кішкене өз-өзіңіз болғандай бір. Енді үшін напрягаться етпей, бос ұстап отырсаңызшы. Атың кім? Нұржан болады. Нұржан. Текестен дейсің бе? Мен сен демалып отырған шығар деп ойладым ғой мына жақта отырғаныңа қарағанда. Сіздер көрсек қуанып кетпесін ғой. Қанша болды отыр ол? Бір сағаттай жоқ болды. Мына жерде бұл айланатын жерде жоқ емес. Терезені ашып қойдыңыз ба? Кішкене ауа таза болмен демалыңыз. Қазір ана төмен түскен сайын кішкене қазір давлениенің орнына келеді қазір. Жақсы болып кетесің иншалла. Ассалаумағалейкум. Жоғары кетіп бара жатқанбыз ғой. Содан жоғары жақта бір кісі жерде отыр екен мотоциклде. Давлениесі көтеріп. Малайдап бара жатыр. Мен осы жерге дейін уақыт келгенбіз. үйіңізде жата тұрса бола ма? Не жатсың? Мен мына жақтан ана жақтан қазір түсіп соларға қайтып кеттік. Может, ауылға ала кетті. Кішкене тәуір болып қалатын шығар, кішкене давлениесі түсіп әйтпесе оң емес екен. Дәрісін беріп қойдық. Бар дәрімізді берді екен. Мотоциклін мына жерге тастап кетсек. Нормально ма қазір? Кішкене нормально. Жүресің бе әйтеуір? Сен точно қымыз ішкен жоқсың ба? Жоқ. Қымыз бір нәрсе, там градус бар, бір нәрсе. Сіз танып тұр ғой. Не болды бара келеді? О, басым ойнап. Басым. Ана жерде Болды, сізге табыстадық онда. болды Болды, ініңізді қолыңызға табыстадық онда. Біз арқа жүрейік енді. Бер, кіргіз салдырма.
Нұржан демал енді мотоцикліңден рахмет аға. қойып қойды мен. Көкшай бар ма көкшай? Бар. Көкшай бер бір кішкене. Ана жерде Руслан деген жігітті айтсаңшы, шлак болғаннан. Руслан, болды хорошо. Сіздер қайтып жоғары кетіп тұрасыздар. Сол жерден Руслан деген жігітті айта сал дейін ба? Иә, Руслан деген. Қайт қазір. Жолдар алып алып. Олардікі нарық. Ал енді жаңа ауырып қойған адамды осы лесхоздың үйіне келіп табыстадық. Мотоциклдің орнына қойдық. Қайттан енді артқа қарай қайтамыз. Аяқ деген шылқылдап кетті. Міне мына жерде сапарда осылай баяғы алтын қазған Жарқұлақ деген Байынқолдың қасында мынау жанымызды ертең көрсетеміз. Қазір қараңғы, кешке келдік, жаңбыр жауды. Байынқолдың қасында Жарқұлақ деген алтын шығаратын кен орын болған. Мынандай тамақ жасап бұндай тамақты жеген де арманда, жемеген де арманда. В общем, мына жер кезінде жатақхана болған, бір бөлмені тазалап алдық енді. Кетер кезде өзіміз қайтын тазалап кетеміз. Өзіміздің мусорымыз бар ана жақта. Мына жақта міне жігіттер салат дайындады. Интернетіміз бар, құдайға шүкір. Сіздермен біргеміз, сол үшін осы видеоны өздеріңізбен бөлісеміз. Ертең енді таңға жуық осы табиғатты көріп, түсіріп, өздеріңізге көрсетсек па дейміз. Аллаға шүкір. Ал ас болсын жігіттер, кеңдер отырыңдар. Хан Тәңірінің жанындамыз. Мұқағали Мақатаев атамыздың атындағы шың бар осы жерде. Мына қараңыз, серпантин жол. Көтерілетті. Ол биіктікке дейін барады екен. Осы жерде кезінде Жарбұлақ деген алтын өндіретін кен болған. Сонау Совет заманында, одан кейінде, қазір енді көріп отырсыздар, мынау бұрынғы жатақхана, осы жерде қаған, мынау бұрын малшылар отырған екен ана жерде. Қазір енді бұл жерге жетудің өзі де бір оңай емес екен. Қазір таңғы сағат 5:30 түнеп шықтық. Осы жатақхананың екі бөлмесін асхана қылдық, бір бөлмесін жатақхана қылдық. Сөйтіп жаңағы тазалап жатып шықтық. Өзіміздің мусорымызды жинап қойдық. Өзіміздің мусорымыз арнайы пакеттер. Қазір қайтар жолда Алла қаласа мынақын бәрін жинастырып өртеп кетеміз. Өйткені су қазір жанбайды. Бірақ өкінішке орай қараңыздаршы, қоқыстардың баклажкаларды енді тастап кетеді. Кезінде керемет өндірістер болған ғой. Мен мынау баршаларыңызға алтын іздеңдер, ойбай мына жаққа келіп металлоискатель алып келіп дүние табыңдар деп айтпаймын да. Мен сіздерге мұны көрсетіп отқаным, осы елімізді аралау керек қой, туризм дамыту керек. Мынау жаңа Хан Тәңір шыңы 3 мемлекетке тиесілі: Қазақстан, Қырғызстан және Қытай. Мына жағың, оңтүстік жағың Қырғызстан, шығыс жағың Қытай. Біз міне осы жерден қарап отырсаңыз керемет көріністер. Осының бәрін неге көрмеске? Неге осында шетелдіктерді алып келіп көрсетіп,
Швейцариядан артық болмаса кем емес қой біздің жеріміз. Достар, қараңыздаршы. Осыны насихаттаймын ғой мен. Осыны біз көрген нәрсені сіздер де көрсінші дейміз де. Сол үшін лайк, комментарий басыңыздар, осы каналға тіркеліңіздер. Барынша өзіміздің елімізді, жерімізді бағалай білейік, және соны бағалағанымызды көрсету үшін аралай білейік. Достар, міне штөліне деп айтайды, білмеймін штөліне деген не екен. Шахты ғой, міне. Осы міне түбіне дейін жеттік. Жол өте ауыр екен. Қараңыз. Ішінде мұз қатып тұр ғой. Жол өте ауыр екен, негізі. Қатты дайындалып келу керек екен жол бұған. Біз енді Аллаға тәуекел етіп, Аллаға шүкір аман есен жеттік енді. Енді шығып көрейік енді, достар. Шахта. Қараңыздаршы, мұз. Күн суық, таңғы сағат 6:20 кетті. Масқара не. Июльдің 22-сі күні. Масқара не. Үстіне қадалса, басын кеседі ғой мына. Бәрі сондай. Картоп мына ішінде. Құдай сақтасын. Кіріп көреміз бе? Бісміллә. Алып Қолым үшті екен. Мынандай темір бар екен. Мына жүгіп сырғана ойнау керек қой. Хоккейді. Арғайын. Фонарик бар екен, фонарик. Фонарик алып. Жүріп көруге болады екен. Бірақ суық екен. Жақында түсіріңізші. Сасу үшін. Енді достар, анау тұрған хан тәңірі шыңы. Қараңыздаршы, ерекше болып көрініп тұр ғой. Қазір енді дронмен түсіруге тырысам сіздерге көрсету үшін. Күн суық кезінде қалай осы жерде? Мынаны қара. В общем, алтын іздемей қойыңыздар, қайтесіздер. Табиғатты іздеп, елдің разылығын іздеңіздер одан қайтақ. Біздің жолдас балалар келе жатыр, достарымыз. Қараңыздар, Toyota 80 көтеріліп келеді, жақындап қалды. Жалғыз біз еріккенбіз білсек, бізден де еріккендер бар екен ғой деп пе? Міне достар, көрсетейін. Анау міне аспан ашық болып тұр. Көріңіздер ғой.
хан тәңірінің ішіне, мына Мұқағали Мақатаевтың ішіне, мраморная стена, хан тәңірі мынау шығыс жағы Қытайға қарайды, оңтүстік жағы Қырғызстанға қарайды, солтүстік жағы бізге қарайды. Қалай 3500 метрде салқын сағат міне 10 керемет табиғат. Достар, тағы да айтам, осында мынандай мусор қалдырмаңыздаршы, келесіздер. Өздеріңізбен бірге алып кетіңіздер мусорды. Біз бұл жерге шашу үшін келген жоқпыз ғой. Біз табиғатты көрдік пе? Неге осыны аяламайық? Бізден кейін біздің ұрпақтарымыз келеді, балаларымыз келеді. Ертең кейінгізі айтады ғой, мен бабаларым не істеп кетті. Біздің мына бабаларымыз бізге тастап кетті ғой осындай табиғатты. Біз енді осыны аялайық та енді. Осыны сіз ескеріп жүріңіздер. Лайк, комментарий жазыңыздар. Келген кезде бір алтын іздеу үшін емес, рухани байлық үшін, рухани байлықты дамыту үшін келіңіздер. Қайдан жүрсіңдер ей? Адасып қалдым. Ең басты жеттіңдер. Алла берсе жет. Аман есен. Ассалаумағалейкум. Машина кеше ғана сөйлесіп отыр едік. Ассалаумағалейкум, бауырым, қалай жағдай? Масқара е? Мен қалай түсеміз деп ойлап отырмын. Түсуді десің. Қан шықтық, түсу қиын енді. Пост қай уақытта 8-де ашты ма? Иә, ровно 8-де ашты. Жігіттер жақсы екен, түсініктері мол. Прямой эфир қазір түсірдік. О, елдер көріп. Лайк басып, комментарий жазып. Иә, сіз тиктоктан не қыламыз ғой, қараймыз ғой. Ана, неге арқаға барған жақтаған машина өртегендерді бәрін қарап жүрміз. Біреу жазып жіберіпті. Братан, сен қайтпайды екенсің дейтін. Бір машина өртеп отсаң да шыға береді екенсің де. Ал міне, не дейді анау? Көз қорқақ, қол батыр дейді ғой. Азанда шықтық, міне, түстік. Оңай болған жоқ, бірақ Аллаға шүкір, міне. Түнеген жерімізге де келдік. Енді бағана қалдырып кеткен өзіміздің қоқыс мусорымызды алып кетеміз. Сөйтіп, ары қарай жолға шығамыз.